2021 жылы басталғалы бері Созақ ауданы аумағында автокөліктегі өрттер оқиғасы алдыңғы жылмен салыстырғанда 50%-ға өскендігін көрсетеді. Осыған байланысты Созақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі және 11 өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері бірлескен түрде автокөліктегі өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау тақырыбында арнайы акциясын ұйымдастырды. Акцияның мақсаты жүргізушілерге өрт қауіпсіздік ережелерін түсіндіру және де автокөлікте өрт болған жағдайда алғашқы іс-қимылдарын түсіндіру болып табылады.